Саламатсыз ба? Жұбайыңызбен бір рет сөйлесек, саламатсыз ба? Арайлым, иә? Енді мына жерде қаншама қыздар отыр, которые карьера бірінші бірдеңе деп жүргендерге күштілеп тұрып, сіз де бір екі нәрсені айтсаңыз, 2+ күштілеп тұрып. Бірінші, карьера реально важнее. Карьера, иә? Ертең 30-ға келгенде көреміз сендерді. Карьера деп. Вообще жігіт жоқ па не сонда? Көрші ешкім жоқ па не шығатын? Так. Екінші, оған бұл плюс емес ғой, плюс бастаған жоқсыз ғой сіз әлі? Жоқ, біріншіден ол шынымен өзін бірінші орынға қою керек. Және де әр нәрсенің өз уақыты бар. Және біз білмейміз, ол қашан болады. Сол себепті. Кім түсініп жатыр? Не болып кетті? Мен егер де ютубқа шықса астынан комментарийде ана қыз не деп айтты? Қайсысы бірінші важный деді, не болып кетті? Так. Одан да сабырлап және уақытырақ болсын. Вау, күшті мынау деген. Тез үйленгім келіп жатыр ше. Ертең бар ғой. Ертең обедте ЗАГСке барғым келіп тұр. Екінші плюс? Екіншіден, мен өзімнің болашағымда. Тамаша, күшті. Шабалар қойыңыздар Дәулет пен Арайлымға. Бақытты болыңыздар. Бұйырса сіздердің тойларыңызға барып, бір 800 000 теңгеге выступать ету бұйырсын деп. Өз ақшаңды ойлап жатса, жайналып кет.